Сәлем қыздар, бүгін сіздермен красный бархаттың пирожныйын жасаймыз. Красный бархат пирожный тура красный бархат торты сияқты өте дәмді, өте нәзік, өте тойымды болады. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, краситель, жарты чайный ложка, 1 чайный ложка разрыхитель, сода қажет болады, жарты чайный ложка сода, сахар 115 грамм, кефир бізде кәдімгі жай 2/5, 3/2 кез келген кефир бола береді. 105 грамм кефир, растительное масло, күнбағыс майы 115 грамм, ұн 160 грамм. Ең бірінші жұмыртқамыз бен сахарымызды миксерлеп аламыз. 2 жұмыртқа, сахар, жақсылап миксерлейміз. Қантпен жұмыртқамызды миксерлеп аламыз. Енді қалғандардың барлығын порядок қоса береміз. Растительное масло, кефирімізді саламыз, разрыхитель. Разрыхительді ұнмен бірге қосып жіберуге де болады, бөлек те салуға болады. Жарты чайный ложка разрыхитель. Және сода. Содамызды, міне мұнда жарты чайный ложка сода. Уксуспен, неменде қарапайым өзім күнделікті қолданатын уксус, яблочный уксус. 1, 2, 4, 5 капля, 3, 4, 5 капля міне. Не қыздар, кішкене ғана уксуспен газ істеп аламыз. Саламын. Миксерлейміз. Бізде енді ұнымызды саламыз. Міне қыздар, ұнымызды салып алдық. Енді красный бархат торты болсын, красный бархат пирожный болсын, ол дұрыс шығу үшін бізде ең маңыздысы бұл жерде красканы дұрыс таңдау. Краска менде индийский краситель міне сухой, жарты чайный ложка саламын. Красканы кішкене осылай өзін ертіп алған дұрыс. Жаңағы тестаның көмегімен, либо кішкене ғана кефирмен ертіп алғанымыз дұрыс болады. Өйткені сухой красительдің түйіршіктері шығады. Миксерлеген кезде ол дұрыс миксерленбей қалуы мүмкін. Сондықтан ерінбей кефирмен, либо осылай мен сияқты тестамен алып аласыздар. Қазір массасын көрсетемін сіздерге. Тура осындай теста болуға тиісті. Енді тестамызды, протеинімізді алып, ешқандай да комок болмау керек, бастысы. Жақсылап тұрып араластырамыз. Протеинімізге менің протеинімнің көлемі 30-40. Пергаментті төсеп аламыз, және барлық тестаны осы протеинге құямыз. Құйып шықтық. Жақсылап тұрып, жайып шығамыз. Біздің пирожныларымыз біреу үлкен, біреу кішкентай болып қалмас үшін барлығын бірдей тегіс етіп жаю керек. Өйткені піскен кезде біреу үлкен, біреу кішкентай болып қалса, пирожныларымыздың түрлері әдемі болмай қалады. Тура осы рецептпен торт жасауға да болады, бірақ сіздер 2 есе 3 есе үлкейтесіздер. 10 градуста 12-13 минут немесе 12-15 минут аралығында піседі. Енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әртүрлі пісуі мүмкін. Мысалы, мен өзімнің пешімде 12 минутта пісіріп аламын, 180 градус. Қыздар, енді пирожныйымыздың кремін дайындауға көшеміз. Бізге ең бірінші миксер қажет болады.
миксерсіз крем дұрыс болмайды. Енді красный бархат пирожныйдың кремін әртүрлі тура мен жасаған сияқты емес, неше түрлі өзгертіп жасауға болады. Тек қана сливкидің өзімен жасауға болады. Жаңағы крем чизбен жасауға болады. Қазір мен жасайтын кремім крем чиз. Мен қолданатын сливким 33%-дық Чудское озеро, сахарная пудра, 65 грамм сахарная пудра, 150 грамм Чудское озеро, сливки 33%-дығы, творожный сыр калих 160 грамм мен өлшеп алдым. Енді біздің посуда қажет болады. Посудамыз осындай кішкентай посудаларға дайындаған дұрыс кремді. Қазір мен корждарымыз піссе, гүлдер жасаймын, розочкалар, пирожналардың араларына және жоғарыларына. Сондықтан мұндай закрытая звезда деген мен насадка алып алдым. Ең бірінші кремді жасау үшін сливки салып аламыз, сахарная пудра, екеуін жақсылап тұрып миксерлейміз. Әбден қою болғанша миксерлейсіздер. Міне қыздар, біздің сливкиіміз бен сахарный пудрамыздың өзі осындай қою болып шықты. Тағы да бір айтатын нәрсе, қыздар, көбісі, мысалы, енді мен өзім торт пісіретін болғандықтан заказға торттар пісіремін. Қыздар мастер-класстар өткізіп отырамын, мысалы, қыздарға. Көбісінің қателік жіберетіні осы именно осы кремнен, мысалы, басқа бір маркадағы кремді қолданып қою мүмкін. Немесе жаңағы сияқты натуральный кремнен басқа арзан кремдермен кейбіреулер енді вообще мүлдем торт пісірмеген кісілер шатастырып жатады. Сондықтан осындай практикадан өткен сондай кремді қолдануға сіздерге кеңесімді беремін. Және тағы да айтатын нәрсе, миксерге де байланысты. Негізі миксерді дұрыс таңдаған дұрыс. Егер болашақта торт пісіріп көбірек пісірем десеңіздер, онда жақсы миксер алған дұрыс. Мысалы, мен миксерім қатты қымбат емес, маркасы Philips, бағасы 30 000 теңге тұрады. Бір жылдан аса мен тоқтаусыз қолданып келемін. Және де дайындайтын посудамыз тап-таза болу керек. Ешқандай су болмау керек. Егер бір чайын ложка су тиетін болса, сіздердің кремдеріңіз сұйық болып кетеді. Бұл екінші. Ал үшіншісі, жаңағы біздің қосқан творожный сырымыз бен сливкиіміз өте жаңағы салқын болу керек. Қолданар алдында 8 сағат холодильникте тұру керек. Егер ол жылы жерде тұрып қалатын болса, сіздердің кремдеріңіз қатпайды. Соған мән беріңіздер. Енді творожный сырымызды саламыз. Жақсылап миксерлейміз, қою болғанша. Міне қыздар, біздің креміміз дайын болды. Қарасаңыздар, міне өте қою, стойкий крем болды. Бұл крем маған өте ұнайды. Натуральный. Қыздар, міне біздің креміміз дайын. Қыздар, біздің корждарымыз пісіп шықты. Міне сіздерде де тура осылай корждар пісіп шығу керек. Қарасаңыздар, міне қалыңдығы осындай, қатты қалың емес. Егер де сіздер осындай қалың жаңағы пирожнылар пісіргілеріңіз келсе, онда жаңағы массасын 2 есеге үлкейтесіздер. Қазір бұл корждарымызды жақсылап суытып аламыз. Жақсылап суытып аламыз.
әбден суығаннан кейін осындай стаканның көмегімен немесе арнайы кесілетін неше түрлі формада кесуге болады. Мен сияқты круглый немесе жүрек тәрізді немесе төртбұрышты пирожныйларда жасағыларыңыз болса келсе болады әрине. Пирожныйды жеген де ыңғайлы және экономны болады. Ешқандай көп крем кеткен жоқ. Ешқандай да жаңа тестасына да қатты қымбат ақша кеткен жоқ. Қыздар, міне біз корждарымызды кесіп алдық. Енді бірдей етіп бір-бірлерінің үстіне дайындап шығамыз. Қыздар, менен 10 пирожный шықты. Енді тарелкаларымызға сразу немесе тарелкаға салғыларыңыз келсе, кез келген посудаларға салға болады. Бірінші астынан біздің кремімізді аламыз. Жақсылап жап шығарамыз. Крем қатты көп болуға да болмайды. Сіздер тура осылай қалдырсаңыздар да болады енді бір-біреуден. Енді пирожный болғандықтан кішкене төбесіне қоямыз. Үстіне крем жап шығамын. Менің корждарым қатты суып үлгерген жоқ. Енді сіздерге көрсетіп жатқандықтан мен сразу дайындап жатырмын. Негізі толыққанды суытып алған дұрыс. Біреуін үшеу қылып жасадым. Қыздар, міне біздің пирожныйларымыз дайын. Өте әдемі көрінеді. Енді жаңағы қалған корждардан үстіне украшение жасауға болады. Осылай өзінің корждарын кішкене үгітіп себуге болады. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Өте тез, өте әдемі, ешқандай да артық көп расход кетпейді. Екі есе жасасаңыздар, мысалы, мен тек қана өзімізге жеуге ғана жасадым. Өзімізге ғана. Егер де бір 10 шақты адамға жасайтын болсаңыздар, қонақтарыңызға онда тура осы рецепті екі есеге ұлғайтасыздар.